Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін мен сіздерге 4 түрлі таңғы асқа дәмді, өте тойымды смузи дайындап көрсететін боламын. Видеоның соңына дейін қарап тамашалаңыздар. Әрине достар, бізге ең бастысы керегі блендер керек болады. Бірінші смузиімізді дайындау үшін овсяное хлопья, үстіне айран немесе сүт құйып, 10 минутқа бетін жауып қоя тұрамыз. 10 минут уақытымыз өткеннен кейін овсянкамыз жібіген соң үстіне туралған алма, банан саламыз. Әрі 1 шай қасық бал қосамыз. Әрине бұл міндетті емес. Кім тәттіні жақсы көреді, бал қосып жасасаңыздар болады. Осының барлығын салып алғаннан кейін жақсылап блендермен езетін боламыз. Міне құрметті көрермен, біздің өте дәмді, тойымды, әрі ең бастысы пайдалы смузиіміз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал ендігі кезекте біз екінші смузиімізді дайындаймыз. Оған бізге керегі 1 банан, 1 алма, 100 грамм балмұздақ, әрине дәмін келтіру үшін пачкадегі ванилин, 1 шай қасықтың ұшымен корица саласыздар. Әрине өздеріңіз ұнаса ғана корицаның дәмі, ұнамаса салмай-ақ қойсаңыздар болады. Ары қарай сүт немесе айранымызды құйып, жақсылап блендерімізбен езетін боламыз. Міне достар, біздің екінші смузиімізді дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді, шөліңізді басатын смузи. Міне достар, енді үшінші смузиімізді дайындайтын боламыз. Оған бізге керегі 2 киви, 1 банан, 1 алма және шпинат керек болады. Егер де шпинат жоқ болып жатса, мен сияқты жарты пучок петрушка қосып жасасаңыздар болады. Бұл смузи нағыз фигурасын сақтап жүрген қыз-келіншектерге арналған смузи болғандықтан, пайызы төмен айран қосатын болып жасаймыз. Ары қарай 1 шай қасық бал қосамыз. Әрине өз қалауларыңыз бойынша. Егер тәтті ұнатпасаңыздар, бал қосуға міндетті емес. Ары қарай бетін жауып, жақсылап блендерімізбен езетін боламыз. Міне құрметті көрермен, осындай дәмді, пайдалы, нағыз арықтағысы келіп жүрген қыз-келіншектерге арналған смузиіміз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте тамаша, дәмді смузи қыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ендігі кезекте бізді 4-ші смузиімізге де жетті. Оған бізге керегі құлпынай және банан, алма, сүт немесе жаңағы айран және артынан 1 шай қасық бал қосасыздар. Бұл тағы да айтарым, бал қосу міндетті емес. Егер тәтті болғанын қаласаңыздар, 1 шай қасық бал қоссаңыздар жеткілікті. Барлығын салып алғаннан кейін бетін жауып, блендерімізбен тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Міне достар, біздің 4-ші смузиіміз де дайын. Өте керемет, бұның дәмі тіпті супер. Міндетті түрде жасап көріңіздер.
Міне достар, 4 бірдей керемет дәмді, пайдалы, өте тойымды смузиларымыз дайын. Міндетті түрде ішінде өздеріңізге ұнаған смузин жасап ішіп жүріңіздер. Өте дәмді керемет смузилар. Құрметті достар, бүгінгі менің көрсеткен видео рецебім ұнаса, пайдалы болса, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп қойыңыздар. Лайк басып, қолдау білдіріп, комментарияға жақсы пікір жазып қалдыруды да ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айгүл Қалиқызы, келесі жаңа видеомда кездескенше сау саламатта болыңыздар.